Армысыз құрметті көрермен, бүгін сырға жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Сырға жасау үшін бізге осындай фурнитуралар қажет. Осындай 4 таспа керек. Сердолик тасының осындай 6 моншағы керек, және швенза, жұмыс инструменттері. Сердолик тасын осындай шегеге жинайтын боламыз. Осылайынан жинаймыз. Алдымен артығын кесіп тастаймыз. Осындай қылып 1 сантиметрдей қалдырып кесіп тастаймыз. Осы 1 сантиметр осы көлем. Енді мұны майыстырып, ілгек сияқты жасайтын боламыз. Ілгегіміздің екі жағы бірдей болу керек. Бірдей қылып майыстыруымыз керек. Екеуі екі жаққа қарап қалмауы керек. Камераға жұмыс істеп бастағанда осылай бәрі қолынан түсіп, ойымдағыдай болмай, камераны түсірмей жасасам, бәрі ойымдағыдай түседі дағыны. Сонда да қалай бар солай түсірейін деп шештім. Сіздерде басында сіздерге қиындау болады, жасап көрмесеңіздер. Онан кейін үйреніп кетесіздер. Қол үйренеді, адамның істегенін адам істей алады. Сондықтан еш қорықпаңыздар. Енді мұны сырғаның мына домалақ тесігіне осылай тағатын боламыз. Тағып, мына круглогубцамен жабамыз. Жауып алайын қазір мына осылай. Іліп алғаннан кейін тексеретін боламыз. Осылай салбырап бос тұру керек. Әрбері салбырап тұру керек, бір жерде қатып қалмау керек. Соны тексеріп отырамыз осылай. Енді мына домалақ шынжырмен жапырақты ілетін боламыз. Жапырақ детальді осыны ана сердоликке ілеміз. Осылайынан сердолик тасына ілеміз. Төмен қарай салбырап, әдемі болып, күзгі алтындай сары жапырақ болып ілініп тұратын болады. Осындай моментте бәрі қолынан түсіп кетеді енді. Қолынан түсіп, қайтадан жинап отырмын. Енді мұны да тексеретін боламыз. Салбырап тұру керек, ары-бері сылдырлап бос тұру керек. Тексеріп алатын боламыз бәрін. Енді осындай манипуляция қайталанатын болады. Келесі сердолик тасымызды алып, жинайтын боламыз. Кесіп тастаймыз 1 сантиметр қалдырып, сосын домалақтап майыстыратын боламыз. Бұл сырға енді өте қолжетімді бағада шықты. Өте әдемі этно стильде өткен видеода жасаған өңір жиегіне комплект болды. Сол өңір жиекке сырға
Мінекей, менде осындай сырға пайда болды. Өте әдемі, детальдардың бәрін тексеріп аламыз. Салбырап, бос тұру керек. Мұндай сырғаны жинау пазл жинағанмен бірдей қиын емес. Өте оңай және қолжетімді болады. Видеом ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Қазақи контентті қолдайық, бір-бірімізге қолдау білдіріп отырайық. Мен мұндай видеоларды жиі енді түсіретін боламын. Өте қызықты, күрделі, МК сабақтар да болады, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Өткен видеода жинаған өңір жиегім осы өңір жиекке сыңар сырға да пайда болды. Келесі видеода білезік жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода аман сау кездескенше.